Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде екінші сабақ. Бүкіл өзімнің жазған проекттерімді жаңа FL Studio'ға көшіру сабағы еді. Соның ішінде біз алдыңғы сабақта осы бірнеше әндерді қарап өтіп, ішінен қызық аспаптарды, әуендерді, пресеттерді көрген болатынбыз. Біз алдыңғы сабақта біз анашанымды қарадық, одан кейін ата дәстүрге тоқтадық, иә, шатаспасам. Барлығын қарап жатқан жоқпыз, өйткені көбірін өткізіп жатырмыз. Соның ішінде былай қатты өзіме жеке ұнайтын аранжировкаларды ашып жатқанбыз. Так, енді аяулым ковер дейді. Бекзатқа бауырыма жазыппын. Қазір соны ашып көрейік. Қандай аспап бар, қандай аспап жетіспейді екен, көреміз. Так. Тағы да контакт 5 аспап бар екен, мән істемей тұр. Көреміз қазір. Көбісіне контакт қолданыппын. Қараңыздар, снэп дейді, мынау друм манкай, орнату керек қой. Осылардың барлығын орнату керек екен. Енді мен білмейді екен. Бізге дауыс мына жақтан шығу керек қой. Вот, жоқ. Ойбай, өзімізше бір Мейрамбектің ән шығармашы болдық па бірдеңе. Байқоңыр міне 4-ші сыныптың әні екен бұл Төреғалидың әні негізі. Шетел орыс әнінің әніне қазақша тек жазылған Төреғалидың әні еді. Сол бір 4-ші сыныпта кітапта бар. Оған да біз аранжировка жазған болатынбыз. Қазір қарайық. Аспаптар сақталды ма? Сақталмады ма екен? Сақталса екен өзі. Көбісінде орнатылмаған плагин екен. Сақталыпты. Тамаша. Көрейік. Мынау не ғой, шетелдің әні, білесіздер, иә? И снится нам не рока космодрома. Соның басындағы та-та-тан, біз бұны жаңағыдай Төреғалидікі ұқсатып көрсетдік па, әлде білмедім. Әйтеуір өзімізше жаздық әйтеуір тоже. Көрейік енді әуендер. Бұл Сайлентте жазылған әуен. Бочка бізде шатаспасам қандай? Міне өзім Vengeance'тың бочкалары екен. Ударныйлар. Оның барлығында бар менде? Vengeance осы. Қайдет бұл? Міне. Так, жақсы. Енді мынау аспап көрдік. Мынау өзде бас то Silent. Шіркәдай, керемет. Бұл Nexus'те. Бұнда сол шамалған аспап екен, бірақ әдемі немі шығып тұр.
осындай тамаша екен, барлығы сақталыпты. Сохранить салайын. Мына тағы екінші байқау бар тоже. Басқаша ән бұл енді. Дәл анандай ән байқау бар емес, бірақ енді қызықты емес ән. Қызық емес онша. Бала тілегі дейді, бірінші сынып дейді. Бала уату дейді, балақан мен алақан дейді. Балама тілек, осыны қарайықшы, өзіме қатты ұнайды. Балама тілек бұл Медеу Арынбаевтың Балама тілек әніне жазылған. Бұл 5 сынып кітабында бар. Соны ашып көрейік, сақталды ма, сақталмады ма екен. Біздің аспаптар. Сақталса жақсы болады онда. Spire, Nexus, Avenger, ой, Avenger бар екен ғой. Avenger менде орнатылмаған. Avengerдің негізі памяті де көп, және ішіндегі библиотекасының да өте көп. Сондықтан Avengerдің орнына басқа бірдеңе қолданамыз. Так, бұнда көрейік енді. Бұнда кішкенше энергияны көп болып тұр, аккорд біреу. И мынада. Осы Avenger, осы. Болмаса тоже Nexus'тан да ішінен өзімізге ұнайтын факты айтпақшы бір пресет бар еді, осы пресеттерді қолдансам ғой. Ол қалай шығушы еді, оны ұмытып жоқ, ол емес. Есімнен шығып кетті, қалай ашушы еді, пресет. Жай етмейді. Осының ішінде мынау шықтаспасам, жоқ дейді, мынау осы olsun, иә, осылай болады жаңағы аккорд. Сақтай салайық. Nexus кете берсін. Так, келесі балапан қаз дейді. Екі рет жазылған бір. 6-шы класс дейді бір. Қазаққа да орысқа жазған. Так, жарайды, балаларға барабан дейді, барлаушы маршы дейді. Бауырсақ біріншісі. Осы бауырсақтың мағына өте ән өзіме қатты ұнады, өзім жазған. Бірақ мұнда шатаспасам сол Avenger бар ол кірісі. Сол Avenger'дің орнына басқа енді аспап тауып болу керек. Негізгі әуенді сол Avenger ойнайтын сияқты. Пам-п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 ам деген. Жоқ, Avenger жоқ екен. Тек Озон и Kickstart жоқ екен. Клэп Бастик жоқ. Шіркін-ай. Осында мына кіріспесінде тоңдырып кіріспесін не керек қой бізге? Бір қаны ішкен осындай бір не болады кішкене. Так, бұларды енді осы өзіміздің немізден іздейміз енді.
темпін ауыстырайық. Тоқта, қайда қалдым? 100 мен 90 ауысты ғой. Қате ма? Демек басқа бір басикке де қойып тастайыншы басшы өзімнің сэмплның үстінде клэп басик қайда? Қойып тастайын бірден. И сосын бұл жерге басқа бір қойып. Соңғысында бар ма жоқ па? Бар ма жоқ па? Осының ішіне қарайық. Сондай бір ұзындау бір не кететін сияқты, шатаспасам. Ұзындау. Вообще. Тоже қысқа, иә? Блин, быстрее тоқтап. Міне. Так, мынау переход негізі басқа переход. Негізі оригиналында мүлдем басқа переход болған. Бәрібір де соған құлақ үйреніп қалғаннан кейін бас что-то ұнамайды маған. Олардың барлығын дұрыстап та кейін ақтарып, басқа переход қою керек. Так, әрі қарай бестік шыры дейді. Бестік шыры 2 сынып Бішікова. Так, Бішікова Гүлішка. Бұл қандай формат еді? Есіме шығып кетті. Немі? 3-2 ма разве? Адам кик дейді. Адам кик дейді. Адам кик жоқ па менде? Аха, сондай бірдеңе. Адам кик. Неужели адам кик жоқ? Қайда мен адам киктің қайда мен? Бүгін осы адам кик жоқ, иә?
Vietnam qo'ysa, shu isteymiz. İyi, fettir şöyle. Yani бұл енді караоке болғандықтан әуені сөйтіп ойнап тұрады енді. Сондықтан сөйтіп қатты шығарамын әне. Тамаша, ағай. Фук бас. Өзіме ұнайтын бастардың бірі бұл. Жақсы. Тоже кейбір нәрсе ауысқан екен. Бейуайдай міне. Бұл бейуайдай 5-ші сыныпта 2-ші тоқсанда ма? Иә, 2-ші тоқсанда, осы тоқсанда шығу керек әндердің бірі. Так, би күйі. Айтпақшы осы би күйін аранжировка жазған болатын, соны қарайшы, сақталды ма, сақталмады ма? Біздің аспаптар. Avenger бар екен тағы, ой алла. Неде Avenger'дан басқа аспап жоқ біз. Вот, Waves қолданып плагинге. Көрейік қазір енді. Ой, ашылсаңшы. Мәссаған, Avenger, Long Maximizer керек, Kickstart керек, Saturator мынау керек. Ой, көп екен тағы. Ау жоқ уже. Демек басқа бірдеңе қолданылған ғой. Мейлі. Оны өтеміз, артын қараймыз. Так, енді тағы бір проект көрейік, сонымен жетер. Қалғанын келесі сабақта жалғасамыз. Берейікті көрейік, бір сыныптың. Өзіме қатты ұнаған аранжировкалардың бірі. June 3 бар екен. Ой, June 3 менде жоқ қой. Орнату керек. Ол да жақсы аспект негізі. Адам кейіп мынау. Осылардың барлығы қайда етіп қалған екенбіз? Адам кейіп жоқ болғандықтан біз оған енді өзіміздің кейігімізді қолданамыз істейміз енді. Мынау істемейді екен, иә. Дүйімтірейді орнатам бүгін. Так, осылай құрметті достар. Мұнда проект өте көп. Келесі сабақта қалған проекттерді ашып көреміз.